Айша Биб ФМ мектеп радиосының тыңдармандарына қайырлы таң. Сіздермен бірге әсерлі әңгіме бағдарламасы және мен Шораева Маржан. Ал менің бүгінгі қонағым лицейіміздің жаңа басшысы Саттар Жансерік ағай. Жансерік ағай, қош келдіңіз. Енді басқадан 1000 рет естігенше өзіңізден бір рет қана естейік. Дәл қазір біздің тыңдармандарымызға өзіңіз жайлы нақты айтып кетсеңіз. Туған жеріңіз, мамандығыңыз, жұмысыңыз жайлы. Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Жалпы өзім туралы айтатын болсам, осы Тараз қаласының тумасымын. Осы жерде туып өскенбіз, білім тәрбие алып, университетке түспестен бұрын 1993 жылы ұлдарға арналған қазақ-түрік лицейіне оқуға түсіп, 97 жылы соны мектепті бітіріп, Алматы қаласындағы Сүлейман Демирел атындағы университетінің филология факультетіне оқуға түскенбіз. Мамандығымыз педагог, мұғалім, ағылшын тіл пәні мұғалімі. Енді сізді келеді деп ұзақ күттік. Лицей оқушыларына, мұғалімдеріне, қызметкерлеріне лицей директоры атанбас бұрынғы қарбаласты бір айтып өтсеңіз. Енді жалпы бұл мемлекеттік мекеме болғандықтан біраз құжат дайындау керек. Одан кейін енді бірқатар әңгімелесу, сұрақтарға дайындалып, біраз заңнамалар, соларды бір қайталап шықтық. Соған байланысты басшылармен әртүрлі сұрақтар, жауаптар, ақпарат, мәлімдемені жинап, біраз 15 күндей уақыт алды. Одан кейінгі уақытта 3-5 күннің ішінде де өзіміздің облыстық білім беру басқармасының басшысымен, комиссиямен нәтижесінде осындай бір сынақтан өткеннен кейін бұйрықтар дайын болды. Сөйтіп осы наурыз айының 2-ші жұлдызында бұйрық шықты. Сөйтіп осы мектебімізге директор болып тағайындалдық. Енді өзіңіз Тараз қаласының тумасысыз, бірақ қыздар лицейінің басшысы, директор ретінде келгенде алғашқы сезімдер қандай болды? Жалпы мен өзім жұмысты сол 2001 жылы университетті аяқтағаннан кейін Павлодар қаласында, ұлдар лицейіне арналған Павлодар қаласында ағылшын тіл пәні мұғалім болып жұмыс атқардық. Ол жерде бір 3 жылдай жұмыс істедік. Кейін осы Тараз қаласындағы өзім бітірген лицейде тағы да бір 2 жыл мұғалім болып, одан кейінгі 2 жылда директорның орынбасары ретінде қызмет жасадық. Енді оңтүстік көргеннен кейін батысқа шақырды. Батыста Атырау қаласындағы ұлдарға арналған лицейде де 3 жылдық бір жұмысымыз, еңбегіміз, тәжірибеміз болды. Директорның орынбасары ретінде батысты да көріп, батыстың кісілерінің керемет қонақжайлығын көргеннен кейін өзіміздің осы солтүстікте Астана қаласының қасында Көкшетау қаласы бар, Ақмола облысының. Сол жерде тағы да ұлдар лицейге арналған қазақ-түрік лицейінде директор қызметінде жұмыс істедік. Осылай бара-бара, одан кейінгі 1-2,5 жылдай уақытымыз Алматы қаласында жұмыс істедік. Енді қыздар лицейінде шын мәнісінде осы жаңадан жұмыс істеп көріп жатырмын. Енді бұл бөлек бір сезім, ерекше бір дайындық, психологиялық тұрғыдан. Соған жалпы енді өзімнің де 2 қызым бар, 1 ұлым бар. Сол үшін қыздардың тәрбиесі, білім алуы ұлдарға қарағанда әрине ерекше бөлек. Сол үшін ішімде сондай бір сезім болды. Сол үшін қазірдің таңда да өзіміздің 248 оқушымыз болса, әр қызымызды өзімнің қызымыздай, жалпы мұғалімдеріміз де, мектебімізде жұмыс істейтін басқа қызметкерлер де сөйтіп айтады. Әр қызымызды өзіміздің қызымыздай көріп, сондай сезіммен жұмыс істеп бастадық.
Енді ең алғаш келген кезде көзіңізге оттай басылған бір қызметкер болсын, қызметкердің жұмысы, оқу ордасындағы бір ерекшелік қандай екен? Енді алғашқыда мектепке келгенімізде осы жаңа салынған ғимарат, жалпы білім беру басқармасының басшысына, қала әкімшілігіне, облыс әкімшілігіне ризашылығымызды білдіреміз. Өйткені шын мәнісінде бұл әр оқушымыз, қызметкер, мұғалімдерімізге жағдай жасалып, осындай жаңа ғимарат салып берілген. Осының қызығын көріп отырмыз қазір. Көптеген қызықты сыныптарымыз болсын, лабораторияларымыз болсын, барлығы жабдықталған. Қазіргі заманауи жабдықталып, әрқайсымыз оны көріп жатырмыз. Жақсы білім, тәрбие беріліп жатыр. Сонымен қатар мектебімізде осы Айшайбы FM радиосы бар. Бұл да осы 2-3 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы мынау PBL жоба ретінде басталып, қазірде мектепішілік жақсы осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осыны көргенімізде де қыздарымыздың қаншалықты жақсы білім, ертеңгі келешекте таңдалып алатын мамандыққа да қазірден бастап тәжірибе алуларына байланысты қуанышпен көріп отырмыз. Біз үшін жаңа лицей басшысы жаңа идеялар қоржыны іспеттес. Өзіңізден шығатын 5 идеяны естісек. Елбасымыздың айтылған сол жолдауында да мынау IT саласында көптеген жаңалықтар болып жатыр дүние жүзінде. Осы IT саласының біздің мектепке деген қараған жағынан біз осы жерде өзіміздің алып жатқан білімімізді қалай шыңдай алып, осы практика жүзіне асыра аламыз. Осы мәселеде біздің оқушыларымыз болсын, мұғалімдеріміз болсын, әртүрлі жобаларды бастап, және де бұны осы FM радиосы да кезінде жобадан басталды ғой. Бұл да ары қарай осындай кішігірім жобадан басталып, 1-2 жылда кеңірек, былай мектеп ішінде болсын, қала көлемінде болсын, облыс, керек болса республика, халықаралық жарыстарға өзіміздің білімімізді паш етіп, көрсетіп, басқаларға үлгі болсақ дейміз. Бұл енді өте маңызды. Екіншісі енді 3 тілділік мәселесі айтылды. Сіздердің ана тіліңіз қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, оңжанды түрік тілді осы тілдерде білім алып жатсыздар. Бұны да ары қарай дамытып, шын мәнісінде де қазір республикамызда мұғалімдеріміз болсын, 6-шы сыныпта және басқа да сыныптардың алып жатқан білімдерін ағылшын тіліне дайындықтар жаз бойы өткен жаздан бастап жүріп жатыр. Өйткені білесіздер, 2019 жылы жоғары сыныптар 10-11 сыныптар оқушылары жаратылыстану пәндері осы ағылшын тілінде сабақ беру басталады. Сол үшін сіздердің осы 3 тілділіктің де ағылшын тіл мәселесі сіздердің тәжірибелі бар, білімдеріңіз бар. Мүмкін ол уақытқа дейін сіздерден де көптеген осындай жобалар көрерміз деп үміттенеміз, соған дайындалып жатырмыз. Енді 3-ші мәселесі бұл салауатты өмір салты дейміз. Әрқайсымыз денсаулығымызға спорт мәселесін айтқым келеді. Бұған байланысты ата-аналарымыз бен оқушыларымыз арасында әртүрлі спорттық шаралар өткізіледі. Қала ішінде болсын, облыстық көлемде мынау қазақ-түрік лицейлер арасындағы, білім инновация лицейлер арасындағы осы әртүрлі шахмат болсын, үстел теннисі болсын, волейбол, футбол жарыстарына қатысып жүрміз. Соны ары қарай нығайтып, бұған байланысты керек болса басқа да спорттық жарыстарды тағы да қоссақ деп ойлаймыз. Сол сіздер жақтан сондай пікірлер, ойларыңызды күтеміз. Бұдан тағы да 3 болды ма бұл? 3 болды. Енді 4-ші мәселесі білім беру, білім алу мәселесі болғаннан кейін сіздердің мынау интернет арқылы және кітапханамыздағы цифрлық ақпараттандыру дейді. Соған байланысты біздің дүние жүзіндегі танылған университеттердің
кітапханаларынан мәлімет алу, ақпарат алу. Бұл үшін әрине біздің кітапханамызда тағы да көптеген жағдай жасалу керек. Интернеттің жылдамдығы болсын, ноутбук, компьютер, планшет мәселелерін қолдану, соны тағы да кеңінен мүмкіншілікті кеңейтсек дейміз. Ал енді бесіншісі, бұл әрине тәжірибе алмасу. Тәжірибе алмасу да бұл басқа мектептің оқушыларымен, мұғалімдерімен, және өзіміздің ата-аналарымыз, сол мектептердің ата-аналарымен көптеген дөңгелек үстелі болсын, жарыстар болсын, осындай кездесулерді кеңейтсек, және өзімізде 20 жылдан астам өзімізде жиналған білім тәжірибені бөлісу мәселесі. Бұл өте маңызды. Ал енді жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, оқушылардан жоба күтеміз деп. Осындай жаңа стартапы болсын, жобасы бар оқушылар не істеу керек, қалай жолу керек? Бұған байланысты енді әрине әр бастаманың бірінші пікір болады. Ол пікірді әрекетке, одан кейін қағаз жүзіне ақпарат, мәліметті мұғалімдерімен, керек болса, мұна біздің қаламызда да жақсы университеттер бар. Сол университеттерде осы пікір, осы ой қандай практикалық жүзеде асырылады. Сол мәселені қозғап, жаз бойы оны демалғанның өзінде де ұмытпай, келесі оқу жылына PBL жарысы дейміз, одан кейін роботикс, сол мәселені қозғап, ары қарай жүзеге асыру керекпіз. Және де бұл енді сіздер ағылшын тілін меңгерген оқушыларсыздар. Осыны интернет арқылы шетелдегі мектептердің оқушылары осы жөнінде қандай іс-әрекеттер жасайды, олардың жасаған жобалары біздің дайындағымыз келген жобалармен ұқсастығы бар ма, соның бір кішігірім анализ жасап, әрине бұны да өзіміздің келешекте ұйымдастыратын қалалық, болмаса облыстық көлемде жарыстарда көрсете білуіміз өте маңызды. Рахмет жауабыңызға. Олай болса, оқушылар нақты жоспарын құрып, әкімшілікке алып келсе болады ғой? Конечно, әрине. Енді келесі сұрақты жеке өзіңізге қойсам, өмірлік ұстанымыңыз қандай? Енді өмірлік ұстаным жалпы көптеген принциптеріміз бар. Енді біз педагог болғаннан кейін, мұғалім саласын таңдағаннан кейін, әрқайсымыз осы өмір сүріп жатқан ортамызға, қоғамымызға пайдалы азамат бола білу, және де әрқашан жаңалану мәселесі. Ескіні бір шетте қалдырып, жаңалану, жаңа идеялар, ой пікірлер болсын, жаңа кісілермен, жаңа бағыттар жасалып жатқан жұмыстарды әрқашан оңайлықпен қабылдап, бұны практикалық жүзіне асыру мәселесі. Енді ең соңғы сұрақ демек қойып, өтініш, ол Айша Бибі FM мектеп радиосының тыңдармандарына 248 қызыңызға 170-ге жуық қызметкеріңізге айтар тілегіңіз, өтінішіңіз болса, қазір рұқсат. Көп рахмет. Енді алдымызда келе жатқан Наурыз мейрамы барлығымызға құтты болсын. Осылай бір жанұя болып қойған мақсаттарға жете берейік. Енді жалпы бұл оқу жылы аяқталуға өте аз уақыт қалды. Сол үшін барлығымызға жоспарлаған істерімізді нәтижелі болу үшін бірігіп, бір аттан жұмыс жасай беруге тілектеспін. Рахмет. Сізге де рахмет.